Шапшаң екенсің. Бірақ біз сенен жылдамыз. 12 жасар Дрей Паркер және оның анасы Америкадан Қытайға көшіп келеді. Ал ол жерге барған соң Дрей Паркер ауласында скрипкамен отырған бір қызды көзі шалып қалады. Ал Дрей оған бар ынтасын салып, онымен танысуға тырысады. Сол сәтте күтпеген жерден бұзақылар пайда болып қызға тиісе бастайды. Ал Дрей қызға көмектесем деп әтәт болып қалады. Келесі күні мектеп асханасында оған бұзақылар тағы да тиіседі. Кейін сабақ аяқталған соң Дрей бұзақылардың бір жерде отырғанын көреді және кек алу мақсатында құбырдан ағып тұрған бір шелек суды олардың үстіне шашып жібереді. Бұзақылар Дрейді ұстап алып сыбағасын береді. Шапшаң екенсің. Бірақ біз сенен жылдамыз. Кен, болар осыда жеткілікті. Біздің не үйренгенімізді білесің бе? Әлсіздік жоқ, ауырсыну жоқ, ешкімге рахым жоқ. Тоқта, болды. Жібер. Үйлеріңе қайтыңдар. Жетер. Күтпеген жерден сантехник Хан мырза келіп жеткіншекті құтқарады. Дрей Паркерді үйіне алып келіп қытайлық медицина арқылы емдеп жазады. Хан мырза бұл жерде бұзақы балалардың кінәсі емес, олардың ұстазы кінәлі екенін айтады. Дрей Паркер одан кунг-фу үйретуін сұрайды, бірақ Хан мырза бұдан бас тартады. Бірақ оған тиіскен бұзақылардың ұстазына апарып, ұстазына походу олардың тиіспеуін сұрайды. Ал олардың ұстазы Мастер Ли оған өздері бірге бір шығып бұл теманы осы жерден жабуын сұрайды. Ал Хан мырза керісінше жуырда турнир болады, сол жерде күштерін сынасын деп келіседі. Мастер Ли бұл шешімге келіседі, тек олар турнирде жеңілсе жақсылық күтпеуін айтады.
Хан мырза Дрейді кунг-фуға жаттықтыруды бастап кетеді. Хан мырза бастысы ұру соғу емес, ең бірінші орында сабырлылық екенін айтады. Ал Дрей бұны түсінбейді. Дрей мен қыздың арақатынасы күннен күнге күшейе бастайды. Біраз күннен кейін Дрей бұл күртешемен жаттығудың мәні жоқ деп ойлап кетуге талпынады. Сол сәтте хан бұл бір түрлі жаттығудың сырын ашады. Хан мырза, мен айттым ғой, барлығын түсіндім. Шын айтам. Қанша рет болар? Мен түсіндім. Күртешені 1000 рет киіп, 1000 рет шештім. Түсінікті ме? Не қылған ақымақтық? Жетер. Егер мені ұрғылар кесе ұра берсін. Сізде неге бір ғана шәкірт екенін айтайын ба? Сіз кунг-фуды білмейсіз. Саул Дрей. Не? Мұнда кел. Күртешеңді ки. Хан мырза, және ғана Кейін. Ал енді кейін. Күртешем сізде. Кейін. Мықтап ұста. Кейін. Мықтырақ. Күртешеңді шеш. Есіңде болсын. Әрқашан мықты бол. Күртешеңді шеш. Қаттырақ. Сол аяғыңды артқа. Оң аяғыңды артқа. Левой назад. Күртешеңді көтер. Мәссаған хан мырза. Жинақтал. Әрқашан қырағы бол. Оң аяғыңды артқа, сол аяғыңды артқа. Күртешеңді көтер. Тоқта. Күртешеңді көтер. Мықтырақ. Көтер. 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 Жылулық. Шабуыл. Көтер. Жылулық. Қаттырақ. Мықтырақ. Жақсы. Тек ыржима. Күртешеңді ал. Кунг-фу біздің жасайтын іс-әрекетімізден басталады. Это то, как мы. Тіптен біз күртеше кисек те, Мы снимаем. күртешемізді шешсек те, И как... және адаммен қалай қарым-қатынаста болатынымызда. Жарық дүниедегі барлығы Кунг-фу. Хан мырза Дрейді Худан тауындағы храмға алып келеді. Хан мырзаның әкесі бұл жерде оны бала кезінен жаттықтырған екен. Біраз күндерден соң Дрей хан мырзаның үйіне келеді. Ал хан мырза бүгін жаттығу болмайтынын айтады. Дрей мектепке келіп қызды қыдыруға шақырады. Соның кесірінен қыз музыкалық қойылымға кешігіп қалады. Оның ата-анасы оны Дреймен кездесуге тыйым салады. Мне нельзя с тобой дружить. Это мне вредит. Кешке жақын Дрей ұстазының үйіне келсе, хан мырза ішіп алған екен. Таңертең кешке 100 грамм. Ал көлігін болса қиратып жатыр. Хан мырзаның әйелі мен баласы жол апатынан өлгенін айтады. Жыл сайын көлігін жөндеп оны осылай бұзып отырады екен. Кейінірек хан мырза арқылы Дрей қытайша кешірім хатын қызға оқып береді. Сол кезде әкесі кешірімді қабылдағанын айтқызады. Ал ақыры турнир болатын күнде келіп жетті. Дрей кезекпен кезек қарсыластарын ұта бастайды. Ал бұзақылардағы Дрейдің жауы Чен де ешкімді аямай ұтып келе жатыр. Мастер Ли Дрейді ұтып келе жатқанын көріп, арам оймен шәкірттеріне оның аяғын сындыруды бұйырады. Лен Дрейдің аяғынан ұстап алып, ережеге қайшы әрекетпен оның аяғынан ауыр соққылар бере бастайды. Ережеге қайшы әдіс болғандықтан Ленді турнирден шығарып жібереді.
Дрей хан мырзаға оның аяғын емдеуді сұрайды. Хан мырза турнирге қатыспай-ақ қой десе сөз ұқпайды. Қайтсем де Ченмен кезігіп айрам деп қоймайды. Сосын оның аяғын баяғы тәсілмен емдейді. Сосын алаңға шығып Ченді сойқан соққымен жатқызайды. Осыдан кейін Чен оған бас жүлдені өз қолымен табыстайды. Мастер Лидің шәкірттері хан мырзаға бас иеді. Осылайша фильм аяқталады. Егер де видеомыз сіздерге ұнаса, арнамызға кіріп, тағы да қызықты кинолар бар. Соны қарап кетіңіздер. Лайк басып арнаға жазылып қойыңыз. Сізбен